بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Құрметті бауырлар, Алла Тағаланың қалауымен бүгін жаңа дәріс бастаймыз. Мына бір кітаптың атауы Мен әдәбіл ислам. Кітаптың авторы 1997 жылы дүниеден өткен шейх Абдул Фаттах Абу Ғудда рахимахуллах. Кітаптың аты Мен әдәбіл ислам, исламның әдебінен деген кітап. Рисалатан таужихия сулукия. Бұл кішкентай рисале, яғни кішкентай бір жолдау, кітапша деп айтамыз ба. Таужихия нұсқаулық болатын кітап. Сулукия тақуалық жолында жүргендерге арналған. Таттасилу би хаятил муслим әусақал иттисал. Мұсылманның өмірімен өте қатты тығыз байланысып тұратын кітап. Кітап толығымен әдеп тақырыбына арналған. Қысқа болса да 23 ғана бет, 23 ғана парақ. Қысқа болса да өте нұсқа әдеп тақырыбын қамтиды. Жалпы айтқанда, қазір біздің уақытымызда әдеп тақырыбына біз қатты мән бермейміз, өкінішке орай. Бірақ та әдеп тақырыбы ол ең үлкен маңызды мәселелердің бірі дінімізде. Қазір шейх өз басында мына жақта бастап айтады. Сол кезде көресіздер, бүгін Құдай қаласа кіріспесін оқып қойайық. Алла Тағаладан тауфиқ сұрай отырып, осы ісімізді, бастаған ісімізді соңына дейін жеткізуді Алла Тағала нәсіп еткей. Бізге де, сізге де, жалпы баршамызға осы шейхтің осы кітабынан пайда алуды нәсіп еткей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Би афдали махамиди санаи алейхи ва таъзим. Алла Тағалаға ең көркем, ең абзал, ең жақсы болған, ең көркем болған мақтау мен мадақтар болсын, және де ұлықтаулар болсын. Уассалату вассаламу аля сайидина ва набийина Мухаммадин би акрами ма салли алейхи халиқухул карим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға болса, Алла Тағаланың ең көркем деген салауаттары мен сәлемдері болсын. Ва аля алихи ва сахбихи ва атбаихи тайибин ал-абрар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның отбасына да, сахабаларына да салауаттар мен сәлемдер болсын. Al-muttabi'ina li hadihi wa adabihi al-muttaqina al-athar. Ол сахабалар Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алып келген тура жолына ерген еді, және де Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен әдебіне де ерген еді. Аллахумма рзуқна иттиба'ахум фил қаули вал амал. Алла Тағалам бізге, сол сахабаларға, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сөзімізде де, ісімізде де соларға еруді нәсіп ет. Және де амитна аля сүннатихим ва хуббихим инда интихаил ажал. Және де Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінде, сахабалардың сүннетінде жүргенде, және де соларды жақсы көрген халімізде дүниеден өтуімізді нәсіп ет те көр. Әмма бәғд, енді ары қарай. فهذه رسالة لطيفة سميتها من أدب الإسلام. Бұл, яғни алдарыңыздағы кітап, кішкене бір рисале, яғни кішкене бір кітапша, жолдау, Мен әдәбіл ислам деп атадым. Жамаату фиха джумалан мухтаратан min әдәбіл исламил ханиф. Осы кітаптың ішінде ханиф болған, жалғыз Аллахқа ғана табынуға шақыратын осы ислам дініміздің таңдаулы деген, ең керек деген, маңызды деген әдептерін жинадым. ورأيت كثيرا من إخواني وأحبائي يغفلون عنها ويخطئون معرفتها رجالا ونساء. Осы кітапта әдептердің ең керегін, жандай маңыздыларын жинадым. Себебі мен өзімнің бауырларымның, жандай әйел болсын, жандай әйелдердің, еркектердің арасында болған, әйел болсын, еркек болсын, менің таныстарымның, бауырларымның арасында көбісі бұл әдептерді білмейді екен, қателеседі екен, осы әдеп мәселесінде қателеседі екен, және де осы әдептерді білмейді екен. Сондықтан мен жинадым дейді. Фаарату bijam'iha tazkirahum biha. Осы кітапты жазудағы мақсатым осы жердегі жиналған әдептерді әлгі бауырларыма, жалпы мұсылман бауырларға не қылу, ескертуді қаладым дейді. Валасту би ахсани минхум фиха. Бірақ та бұл кітап жазғандағы бір мақсатым, мен бір әдеп тақырыбында өзім мықтымын
деп тұрған жоқпын дейді шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда рахимахуллах. Уәлә би ағна минхум анха, мен бұл әдептерге мұқтаж емеспін, міне сендерге керек деп айтқым келіп тұрған жоқ. Мен де мұқтажбын, мен бұл әдеп мәселесінде әлгі адамдардан жақсы емеспін, яғни жақсырақ емеспін дейді. Яғни былай айтқанда кішіпейілдік танытып отыр шейх. Бұл жердегі әдеп мәселесін ескертіп жазған себебім, Алла Тағала Аср сүресінде айтқандай, бір-бірін ақиқатқа шақыратын және де бір-бірін сабырға шақыратындар деп айтылады ғой. Сол жердегідей мен жалпы жақсылыққа, бір сабырға шақырғаным бұл дейді. Бұл кітапты жазғандағы мақсатым. Алла Тағала Құранда айтқан әміріне бойұсыну болып табылады. Бұл кітапта жазудағы мақсатым, яғни Алла Тағала Құран Кәрімде мұсылмандардың естеріне сал, себебі мүмін мұсылмандарға еске салу пайда тигізеді деп айтқан. Дәл осы әмірін, Алла Тағаланың әміріне ләббәй деп бойсынып осы кітапты жазған болатынмын дейді. Нафа'аниллаху ва iyяхум биззикра ва бихадиhi рисала ва сиваха. Ендеше Алла Тағала маған да, әлгі бауырларыма да осы ескертумен пайда бергей, осы жазылған кітапшамен пайда бергей, және де бұдан басқа кітаптармен де маған да басқа әлгі бауырларыма да пайда бергей. Ва тауаллана би'инаяти ва хидаяти фи дуния вал ахира. Алла Тағала дүниеде де ақиретте де өзінің көмегіне, өзінің хидаятына, тура жолына бастағай көмегін нәсіп еткей. Ва хуаллади ятавалла солихин. Себебі Алла Тағала салихалы құлдарын өзінің қамқорлығына алады дейді. Осындай бір кіріспе жазған шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда. Иншаллах кітаптың алғашқы беттерін ертең келесі дәрістен бастап оқып бастаймыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.